мынау кейде болады ғой, біз мешітте жүргенде түрлі оқиғалар естиміз. Біреу келеді айтады, үйімде кейде ыдыс аяқтар сылдырлайды дейді, түнде біреу жүргендей болады дейді. Мына бұрын орыстар неге домовой дейді. Оның барлығы үйде жын шайтанның белгісі, жындардың жүретінінің белгісі. Ал біз әрдайым үйде мысалы намаз оқығанда азан шақырсақ, Құран оқысақ, үйде зікір болса, үйге кіргенде сәлеммен кірсең, сәлеммен шықсаң, дұғамен кіріп, дұғамен шықсаң, ондай нәрсе ешқайсы болмайды. Мұсылманның үйінен негізі ол нәрсе көп байқалмайды. Мұсылманның үйінен ондай көп нәрсе байқалмайды. Ол нәрсенің көбісі көп арақ ішетіннен, үйінде арақ тұратын адамдардан сол нәрсе байқалады. Арақ ішетін адамдарда не болады? Белая горячка бола ма? Белая горячка білесіздер ғой? Бір нелерді көре бастайды, кішкентай бойлы адамдарды көре бастайды. Неге сондай жындар? Жындар үлкені болады, кішісі болады. Бойы кішкентай болсын деген не болады. Жынның бір топтары соны көреді. Арақ ішті, жын мен адамның арасындағы не? Перде ашылады. Көреді соларды. Сол үйінде жүргенін көреді. Сол нәрседен сақ болу үшін біз дұғамен кіріп, дұғамен шығамыз. Сәлеммен кіріп, сәлеммен шығамыз. Сәлем өте үлкен дағуат. Сондықтан да сәлем беріп жүрейік, сәлем тарқатайық, әсіресе сол үйге кіргендегі сәлем.